Транзитпен тасымалған емес, еліміз бар саланы инвестициялық тұрғыда тартымды қылуға күш салып келеді. Нәтиже бар. Соңғы 12 жылдың орайында ел экономикасына 245 миллиард доллар инвестиция құйылған. Басым бөлігі пайдалы қазбаларды игеруге жұмсалды. Биылғы бірінші тоқсанның өзінде сырттан тартылған тікелей инвестициялар көлемі 20% артқан. Бүгін құрметті консулдар съезінде инвестициялар және даму министрінің орынбасары Ерлан Қайыров осындай дерек келтірді. Жалпы бұл шара консулдар арқылы шетелдің іскер азаматтарына ақпарат беруді көздейді. Қазақстандағы бизнес ахуал жайлы, инвесторларға көрсетілетін жеңілдіктер жайында. Бүгінгі басқосуға жиын саны 130-дан астам құрметті консул қатысты. Свыше 700 объектов. 700-ден астам мемлекеттік меншік саудаға қойылады. Шетелдік инвесторларды сол мүлікті жекешелендіру мүмкіндігін қарастыруға шақырамын. Мемлекеттік жеке меншік әріптестік саласында да көптеген жобаларды бірлесе отырып қолға алуға болады.